Музон представляет. Армысыздар, бармысыздар, сіздермен бірге бірінші музыкалық арна Музон арнасы және де персона бағдарламасы. Оны жүргізіп отырған әдеттегідей мен сөйлемесе таңдай, күлмесе маңдай ұратын сенімді серігіңіз Аяна Габдуллина. Толық қыздардың енді көп біздің халық ортасында семіз деген сөзді көп қолданады, бірақ өкінішке орай ол дөрекі естіледі. Толықтық деп айтайықшы, бүгінгі тақырып жалпы артық салмақ туралы әңгіме болмақ, және де артық салмақтан құтылу үшін ешқандай қоспаның қажет емес екендігін, тіпті диета ұстап қажет еместігін алға тартып жүрген қонақ келіп отыр. Ендеше қарсы алыңыздар. 48 сағатта салмақ тастау әдісінің авторы Олжас Иманали. Олжас, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіздер ме? Бәрі дұрыс. Ол қалай сонда, Олжас? Сіз өзіңіз негізі осы арықтау әдісіне, немесе осы кәсібіңіз деп айтайын ба, авторлық әдісіңізге қалай келдіңіз? Қайдан пайда болған ол идея? Бұған негізі кәсіп деп қарауға болмайды, себебі идеяның келуіне үңілейік, себебі маған да қызық болды басында. Бұл идея Олжас саған қайдан келді, не себеп болды бұл саған деген сұрақты ең бірінші мен өзіме қойғам. Артық салмақ болды сізде? Жоқ, идея туралы. Идея ма? Идея, яғни. Қаяқтан келді саған бұндай методиканы халыққа ұсыну деген. Менің балалық шағыма үңілетін болсақ, егерде Олжастың бала кезіне, Олжас бала кезінен Супермен, Бэтмен, Человек-паук деген супер қаһарман болуды армандаған. Білмеймін, бала кезімнен еліме, халқыма, айналама, адамзатқа пайданы тигізуді арман ететінмін. Ол кез келген адамның міндеті. Кезен адамның ол арманы болу керек. Бірақ сол арманым жолында мен әскерлікті таңдадым. Яғни әскер болсам, әскери форма кисем, еліме қызмет етсем, халқымды қорғасам деген менде балалық бір сондай арман болған. Сол жолында 17 жылында әскерлікке арнадым. 17 жыл әскерде қызмет етіп, оған дейін офицерлік атақты алу үшін қаншама жылым кетті, 8 жыл балалық шағым кетті, қаншама қиын кезеңдер бастан өткіздім. Сөйтіп әскери қызмет ету барысында мен халқыма бұдан да көп пайданы тигізе алатын жерді іздедім. Сосын әскерлік жұмысым аяқталғаннан кейін өзімді басқа бағытта іздей бастадым. Сосын әлеуметтік желі жүргізе бастадым. Әлеуметтік желі жүргізген кезде қоғамның жақсаруы, жалпы тәртібі, жастардың тәртібі, ана мен баланың, әке мен баланың қарым-қатынасы бағытында көптеген ақыл кеңестерімді айта бастадым. Яғни өзімнің тәжірибемде білгенім, көргенім, естігенім, оқығаным, тоқығаным. Сіздің мамандығыңыз психолог па сонда? Жоқ, мен өмірде өзіммен көп нәрсені түйген, көп нәрсені оқыған. Түйгеніңізді сіз ақыл кеңес ретінде, сіз маман ретінде емес, адам ретінде айтып отырсыз ғой? Адам ретінде, әлеуметтік желінің жеке блогым жүргіздім. Өзіңіздің жеке блогым? Жеке блогымды. Сол блог жүргізіп жүрген сәтте мен бір қыздың видеосын көрдім. Ол қыз үмітін үзген, өмірге деген көзқарасы түбегейлі өзгерген, өзін жеп көретін және де өзгере алмайтынына әбден көз жеткен қыздың видеосын көрем. Артық салмағы бар әрине. Қанша килограмм? Және білмедім, видеоны көрем, ол қызды даже танымаймын да мен. Кәдімгі кездейсоқ видео. Сонымен менің бұндай нәрсені көрген кезде жаңағыдай супер қаһармандық нем оянады. Именно осы арықтау саласына сол кезден бастап үңіле бастадым. Халық қалай артап жүр? Мен өмірімде артық салмақпен өзім алыспаған, болмаған. Мен әрдайым бізде режим, әскерде білесіздер, сен тамақта таңдамайсың ол жерде, сенің алдыңа не қояды, соны жейсің. Яғни артық салмақ деген мен өмірімде болмаған. Оған басымда ұртпағам, өз басыма, жеке басыма. Халыққа көмектесу жолында осы идея туындап, артық салмақ туралы зерттей бастадым. Халық артық салмақтан қай жолмен құтылып жүр? Артық салмақтың қандай проблемасы бар адам ағзасына деген мәселелерді өзім жеке, мен бұрыннан жеке өзім, самоучка дейді ғой, өзім ізденіп, өзім оқып, осындай жақсы көретінмін, салыстырып, сұрастырып. Сосын 48 идеясы ортаға шықты. Бұның идеясының түбінде менің балалық шағымдағы өмірім, менің атам мен әжемнің қолында өскен кездегі тамақтану режимім,
және де мен әскерлікті 5 жыл жаңа офицерлік оқуын Анкарада оқығам, Турция мемлекетінде. Ол жерде бізде үлкен курстар болатын тұғын, әскери курстар. Ол жерде жаңа выживание дейді, өмірде қалу курстары. Міне солың бәрі маған тәжірибе болып, осы методиканың туындауына әкелді. Әрине методиканы халыққа ұсынбас бұрын өзімнен және айналамдағылардан осы методиканың ұстануын сұранып, солайынан керемет нәтиже көрсеткеннен кейін, яғни бұл методиканы алдағы уақыттарда мен сізге толыққанды айтып берем, қазір халық еститін болады. Сіз бір жылдың ішінде 40 мыңнан аста артық салмақпен күресіп жүрген адамдарға жәрдемдесіпсіз. Қаншалықты рас, дұрыс па? Бұл 40 мың мен тікелей жәрдем еткенім. Тікелей мен әрқайсысымен жұмыс жасағаным, яғни менің марафонымда. Бұл методика халыққа былайша айтылған. Қалай ұстану керек, не істеу керек, мен 1,5 жылдан бері осы методика бойынша контент жүргізіп келем. Мені халықтың бәрі осы арықтау саласында таниды. Және де мен сізге айтайын, мені қазір бүкіл әлемде қарайды. Яғни біздің Қазақстан, менің тілімді түсінген жандардың бәрі бүкіл әлемде. Бразилия, Америка, Қырғызстаннан қатысуымыз. Қырғызстанның вообще жартыстан десем болады мені. Өзбекстаннан көп қатысушыларымыз бар. Қазақстанда мен өзім тікелей 40 мың адамға жәрдем беріп, тікелей 40 мың адаммен жұмыс жасасам, өз бетімен ұстанған адам сандары өте көп. Яғни 500 мыңнан асып кетуі мүмкін. Сол себепті және де бұл методиканың халыққа берген пайдасын мен айтып жеткізе алмаймын. Оны тексеріп, қарап, менің жұмысымды көріп, біреу оған үңілсе, сол кезде көздері жетер еді. Сіздің өзіңіздің жаңағы әдісіңіз ең алдымен мен түсінгенім бойынша адамның миын арықтатасыз, бірінші. Бұл жерде мотивация да бар, демеу де бар, қолдау да бар, өзіне сендіру бар, адам өзін тануы бар, адам өзіне үңілу бар, адам өзімен күресі бар. Бұл жерде бүкіл дүние бар. Ең бастысы тәбетті басқару. Артық салмақ деген мен әрдайым айтып келем біздің қатысушыларымызға да. Бұл бір тараздағы цифраның өзгерісі емес. Бұл адамның өзінің, яғни артық салмақ неден жиналады? Артық ойлардан да болуы, уайымнан да болуы. Жоқ, әдеттерден жиналады. Әдет, яғни әдет, тамақты артық жеу, көп жеу, зиянды тамақ жеу, қимыл қозғалыстың болмауы, бұның бәрі әдет. Осы әдетті дұрыс әдетке айналдыру процесі. Және де тәбетті басқару. Тәбетті басқару дегеніміз мен әрдайым айтып жүрем өзімнің марафондарында. Яғни адам баласы тамақтану үшін өмір сүрмеу керек. Адам баласы өмір сүру үшін тамақтану керек. Біздің халқымызда ең бірінші тамақ алдыңғы планға шығып кеткен. Яғни менің белгілі бір ісім болса бітіру керек. Мен бірінші ол ісімді бітірмей тамақтанбаймын. Яғни мен үшін тамақ артқы планда. Түсінесіз ба? Сол себепті адам тамақтың сапасына да қарай білу керек. Өзін құрметтеп, өзін жақсы көру керек. Бұның бәрін методика береді. Енді артық салмақ ол деген тамақтанудан да болмауы мүмкін ғой. Артық салмақтың өзінің 3 негізгі себебі бар. Біріншісі, артық тамақ көп жегеннен, яғни нормадан тыс. Норма дегеніміз не? Мысалы, сіз күнделікті калория құртамыз біз, яғни энергия көзіне жүреміз, тұрамыз, күлеміз, жүгіреміз, түсеміз, мінеміз деген сияқты қимыл қозғалыс, ойлаймыз, осының бәрі демаламыз. Бұның бәрі калория, энергия, яғни ағза энергия жаратады. Міне осының энергияға керектіден тыс жеу, тұтыну, бұл артық салмақ жинайды. Бұл біріншісі. Екіншісі, қимыл қозғалыстың аздығынан. Әрине, қазір білесіздер, бәрінде автокөлік бар, жұмысқа барады, отырады, түседі, машинадан түседі, үйге барады, жатады, болды. Қимыл қозғалыс жоқ. Егер де адам өз күнін бір анализден өткізсе, ол түсінеді, что 100 жақтан көп жүрмейтінін. Үшіншісі, зиянды тағамдарды қолдану. Төртіншісі, стресс, депрессия деп айтуға болады, бірақ смотря стресс, депрессияны адам қалай қабылдайды. Біреулер бар, мүлде тамақ жемей қоятындар бар, біреулер бар, наоборот, тамақты көп жеп қоятындар бар. Ал ол стресс, депрессияда отырған адам тамақ жеген кезде ол не жегенін, қанша көлемде жегенін білмейді. Одан сіз 1 сағаттан кейін не жедің деп сұрасаң, сізге жауап бере алмайды. Осы 4 нәрсе гормонның бұзылуына әкеп соғады. Яғни гормон деген нәрсе бар организмде, гормоналдық тепе-теңдік. Яғни гормоналдық тепе-теңдік сақталмағанда адам ағзасында
көп мөлшерде су жиналуы мүмкін. Ісінуіне алып келеді. Көбісі толық кісілерді, томпақ кісілерді ойлайды май в основном деп, жоқ, в основном су. Адам баласы 70% судан тұрады. Сол себепті осының бәрін қалпына келтіретін, яғни методика бұл нағыз табиғат. Алла тағаланың о бастан адам баласы не тұтыну керек деген дүниелер бар, азық-түліктер яғни. Әрине мен кішкене қаталдаумын. Өткенім әскери болғаннан кейін марафондарында тек қана су ішкіземін, ешқандай да басқа сусындарды қолдандырмаймын. Және жеміс көкөністер мен өзімнің ұсынған, және жеміс көкөністер де барлық жандарға келе бермейді, өткені денсаулығына байланысты ол жерде кішкене өзгерістер болуы мүмкін рационда. Соны сұрайын деген, иә. Адамның өзі айтып отырсыз 70% судан тұрады деп. Және де кейбір адамдар өкінішке орай судың орнына газировка ішеді. Сол газировканың кесірінен көптеген адамдар толығады. Сіз айтып отырған толықмайды, ол ісікке алып келеді. Ең алдымен негізі адам арықтау үшін, енді мен де неше түрлі марафондарға қатысып тұрамын арасында, аузын тыю ең алдымен, екінші ол газировкадан құтылу. Сосын мүмкіндік болса, ең болмағанда бір 20 метр жүру дейді ғой, негізі. Міндетті түрде. Бірақ сіз жаңа әңгіме барысыңыз айтып отырсыз, 100 шақтан артық жасамайды. Мен өзімді көргендей болдым, рас. Таңертең тұрам, көлікке отырам, жұмысқа барам, отырам, қайтадан отырам, қайтадан қайтам. Үйде де жұмыс істеп осылай. Оның бәрі негізі бір жағынан артық салмақтың кесірі десек те. Осы әрекетсіздіктің кесірі десек те болады. Енді 48 сағатта салмақ тастау әдісінің авторы деп отырсыз ғой. Бұл марафон қалай өтеді? Офлайн және де онлайн? Онлайн тек қана, иә? Сізге барып келіп, кәдімгі осыны жасағым келеді. Барып келетінді себебі шынымен мен қаншама жандармен жұмыс жасап жатыр, марафондарды арнайы әдейі өзім жүргізем, өзім тікелей байланыста отырам, өзімнің жеке WhatsApp-ыма жазып отырады. Халықпен жұмыс істей келе мен түсінгенім, кейбір жандар бар. Ол жандарға жалпы тікелей жұмыс керек. Яғни офлайн жұмыс жасау керек. Дұрыс. Мені 5 килограмм, 10 килограмм тастағым келеді деген кісілер қатты алаңдатпайды. Мені үлкен салмақтағылар, үміттері үзілген, арғарай армандарын орындалмайтынына көздері жеткен осындай кісілердің мен ойларын өзгерткім келеді. Яғни менің тағы да қайтып балалық, супермен болғысы келетін, бәріне көмектескісі келетін, осы бір нәрсе оянады менде. Дұрыс, халықтан не алам емес, халыққа не берем деген миссиямен жүру керек қой адам. Енді бір кейсіңізбен бөлісіңізші. Кейс деген ол сіздің ескі адаммын. Қойыңыз енді, ескі адам емес сонда енді. Кейс деген ол өзіңіздің тәжірибеңізбен бөлісу ғой. Өміріңізде осы марафонды жүргізгелі, осы салаға келгелі, үлкен салмақтан арылған, сізге ризашылығын білдіріп жатқан клиентіңіз туралы. Өте көп. Оны айта берсем, есте қалатыны ең бірінші марафонымызда бір қатысушымыз жазды. Ол жас деді, мен осы методиканы ұстағалы, марафонның ортасына қарай мен жасардым деді. Салмағы қанша болды? Салмағы есімде емес, мен бір нәрсе айтсам, адамдар цифраны білу керек міндетті түрде. Мысалға кейбір адамдарда бар 90 килограмм норма шығар деп жүретін шығар. Біреулерде 150 килограмм болғандар. Бұл жерде мәселе салмақта болып тұрған жоқ. Ішкі дүниеде болып тұр. Ішкі дүниеден бұрын адамға тез естілетін, қабылдайтын ол салмақтың саны маңызды кейде. 150 килограммнан міне 90 килограмм лақтырдым дегенін. Ондай кісілер сұрап жатсыз ба? Сондай сұрап жатырмын мен. Менің ойымның бәрі негізі марафондарында да айтам мен халыққа. Сіздер дейм, салмақты ойламаңыздар дейм. Сіздер денсаулықты ойлаңыздар. Артық салмақ демек, ол денсаулықтың уже нашарлағанын белгісі. Сол себепті мен ойымның бәрі сіз сұраған кезде денсаулыққа кетіп қалады. Мен біреу 50 килограмм тастадым десе, мен молодец деп қызықпаймын. Біреу айтса маған, мен давлениеде учетта тұрдым, мен давлением тұрақталды, дәріні ішуді қойдым десе, мен молодец деймін. Разницаны көрдіңіз ба? Ал 50-80 килограмм тастағандар өте көп марафонда. Енді 80 келіге дейін тастаған адамдар бар екен кейсіңізде сіздің. Мұндай нәтижеге жету үшін сіздің 2 күндік марафоныңызға қатысу керек. 2 күн бола ма сонда? Жоқ, 30 күн. 30 күн. Неге 48 сағатта арықтау деген? Не үшін? 48 саулықты арықтау методикасы. Жоқ, 48 сағатта арықтаймын деген жан. Бұны арықтар да ұстаса болады. Денсаулық үшін. Денсаулық үшін. Әрине, бұл бір